Каждый раз осы мантыны жасаған сайын көп қыз-келіншектер менен сұрайды, қалай күшті қып істейсіз, құпиясы неде, қамыры қалай жыртылмайды, біздікі езіліп кетеді деп жатады. Қыздар, ешқандай да құпиясы жоқ. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне суымызды, тұзымызды салып, ұнымызды қосып отырып, жақсылап қамыр илеп керек бөлшекке бөліп аламыз. Иін қандырып қойып қоямыз. 10 минуттан кейін қайттан тағы да бастырып, жақсылап иін қандырып тастай қамыр илейміз. Салмасына картоп, жуа, фарш, дәміне қарай тұз, бұрыш және шемішке май қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін қамырымызды жайып алып, салмамызды салып алатын боламыз. Жақсылап өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілеп түйіп, мантаваркамызды майлап алып, түйіп салып шығатын боламыз. Сіздерге қыздар бір құпиямен бөлісейін. Мантаварканың қақпағын жапқаннан кейін мүлдем ашпаңыздар. Сол кезде қамырларыңыз кеуіп тастай болып қалмайды. Газды қатты отқа қойып, 15 минуттай қатты отта қайнатасыздар. Сосын барып, астын басып 35 минут пісіресіздер. Сол кезде қамырларыңыз күшті болып, біркелкі болып жыртылмай пісетін болады. Ал осымен біздің мантымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.